Нала. Әңгіме. Күздің шуақты күні шақырайып шыққанымен жаздың күніндей шекеден өтіп тұрған жоқ. Арқадан соққан жел де сап-салқын. Әнтек үзілген сарғайған жапырақтар салқын желдің ырқына көніп, көше бойлап бірін-бірі қуалап жылжып барады. Темір өрнекті үлкен дарбазаның жанындағы шағын есік айқара ашылды да, екі жас келіншектің сүйемелдеуімен қарт кісі ауладан шықты. Бұны көрген көрші қарт әже келіп сәлем берді. Күлпара апа, сәлеметсіз бе? Шолпан, сенсің бе? Ұсынған қолды қос қолмен қарманып әрең тауып ұстады. Осы кезде төбесінде такси деген жазу бар жеңіл автокөлік келіп, жандарына тоқтады. Кейуана екі келіншектің көмегімен көліктің орындығына отырарда қолмен қарманып, медициналық жіңішке шлангіге жалғанған целлофан қалтаны үстіндегі жеңіл жадағайдың шалғайымен көлегейлей берді. Жанарсыз көзден аққан жас әжімді жүзін жуып, көлікке үнсіз отырды. Көлік ұзап кеткенше Шолпан әженің құлағындағы «Шолпан, сенсің бе?» деген қарлығыңқы дауыс кетпей, сол бір жайларды еріксіз есіне түсірді. Оған да 30 жылдай уақыт болған-ау. Сонда да күздің осындай аумалы төкпелі шағы. Түскі үзіліске келіп, жұмысқа асығып шыққан ол қасынан өтіп бара жатқан жеңіл көлікке қол көтере салған. Тоқтаған көлік жүргізушісі көрші жігіт екен. Машинаға отырған бұған: «Апа, анау әженің отырғанына біраз болды, күн сап-салқын ғой», деді. Жүріп бара жатқан көлік терезесінен дарбазаның алдында отырған осы Күлпараның енесін көрген. Ұзын көйлектің етегін жел тартқылап, басындағы орамалының ұшымен кәріліктен жанары тая бастаған көзін сүрткіштеп отыр екен. Қария кісі шуақтап отырғаны ғой, дей салған. Жұмыс аяғына таман күзгі қорғасындай қара бұлт өз мінезіне басып сіркірей бастады. Ол кез кішкентай жауын сіркіресе, көшенің шаңы басылғанмен соңы батпаққа айналып, аяғыңды тартатын мезгіл. Үйге таксимен баруға тура келген. Жақындай бергенде жауын күшейе түсті. Есіктің алдына келіп, көліктен түсе бергенде көзі көрші үйдің алдында жауынның астында отырған бағанағы Кейуанаға түсті. Тайғанақтай басып Кейуанаға қарай жүгірді. Келе есікті итере бастап еді, Кейуана дірілдеген ерні жуыспай: «Шолпансың ба?» «Олар жоқ», деді. Шолпан апа сонда байқады. Кейуананың жанында орамалға түйілген түйіншектер тұр екен. Күздің салқын жаңбырына жаурап қалшылдай бастаған Кейуананың үстіндегі жадағайын жауып, орнынан сүйемелдеп тұрғызып үйге беттеді. Осы кезде үйден шыққан өзінің келіні: «Мама, қайда жүрсіз? Машинаның дауысы шыққалы біраз болды», дей берді де, бұларды көріп осылай қарай ұмтылды. «Балам, ана түйіншектерді ал», деді де Кейуананы сүйемелдей берді. Үйдегі шағын мұншаны жылтып, Кейуананы жуындырып, ыстық шай сорпа беріп, Шолпан апаның бөлмесіне жатқызған келіне: «Күлпара апаңа хабарласшы», деп жатыр еді. Кейуана басын шайқады. «Хабарласпа, мені Күлпара қуып жіберді. Енді ол үйге бармаймын. Камзолының қалтасынан қызымның телефоны бар, соны маған алып бер», деп қарлыңқы дауыспен. Сәлден соң талықсып ұйықтап кетті. Сол ұйықтағаннан бұлар жатар кезде жөтел қинап оянды. Сарымай салынған қолдан сауған ешкінің ыстық сүтін қанып ішкен Кейуана жөтелі басылған соң қайта ұйықтап кеткен. Ертеңіне жұмысқа кеткенде Кейуана әлі оянбаған болатын. Түскі үзіліске келгенде бөлмесіндегі столдың үстінде тұрған алтын жүзікті көрді. Келінін шақырып жүзікті көрсетті. Сұраулы жүзбен қараған енесіне келіні: «Көрші әже маған беріп кетті», деп әңгімесін бастады. Ұйқыдан оянған Кейуана камзолының қалтасындағы қағаздағы телефон нөміріне хабарласып қызын шақырды. Үйде ұрыс болғанын, келіннің бұның киім-кешектерін буып-түйіп далаға шығарып тастап, «Қызыңа хабарластым, алып кетеді», деп таңертеңмен кетіп қалғанын, баласының іссапарға кеткенін айтты. Бұл жайттан баласының хабары бар екенін, өзін тез арада алып кетуін өтініп, телефон тұтқасын орнына қойып, маған мына жүзікті ұсынып: «Айналайын,
Мына жүзікті кәрі жүректің өзіне деген ыстық ықыласы деп ал. 15 жыл бірге тұрып, жатсам-тұрсам тілеген келіннен көрмеген жақсылықты кешеден бері өзіңнен көрдім. Мені жуындырып, арқамды ыспақ түгілі келін болып көйлегімді жуып көрген емес. Бар, қызыңның үйіне барып жуынып кел деп есіктен шығарып жіберетін. Жалғыз ұлдың әйелін қыздарға қалай жамандайды. Ар жағымдағы көрші немере келін Алияға барамын. Ол да бір мың болғыр бала. Жуындырып көйлегіме дейін жуып шайып береді. Мен алғысымды беремін. Кеше тіптен шектен шықты. Аяқ астынан бөлініп менің күйбеңдеген қолымнан әлі келгенше жуған көйлектерімді, мына сасыған кебіндеріңді мен көрмейтін болайын, қақпас деп далаға лақтырды. Бұған дейін де үйге келген құрбыларына маған әдейі естіртіп, біздің қақпас деп отыратын. Шыдамның да шегі бар. Мен де көңілде жүрген ащы запыранды ақтара салдым. Ақша ұстаудан қалтыраған қолын ала жүгірді. Шыр-шыр еткен немере аяғына оратылмағанда ұрудан да тайынбайтын еді. Ашуланып аулаға шыққан мені жұлқылап, дарбазадан шығарып жіберіп, сәлден кейін мына түйіншектерді лақтырып, есікті сыртынан құлыптап, әжелеген баласын жұлқылап, қызың келеді деп тайып тұрды. Қызға айтпағанын жаңа білдім. Сенің енең болмағанда, деді. Есіктен енген қызын көріп, жанары жасаурап, сөзін аяқтамастан сырттағы көлікке барып отырыпты. Көрші ауылдағы қызының қолындағы сол кейуананың төсек тартып жатып қалғанын естіп, 2-3 көрші барып көңілін сұраған. Шолпан сенсің бе? Деген көзін орамалының ұшымен сүртіп. Кеше қайныларымды шақырып алып, олай-бұлай болсам осы қыздың қолынан шығарыңдар десем, олар балаң шаңырағың бар емес пе деді. Бала ақшалы қатынның шылауында кетті. Жалғыз бала шалыммен екеуміз салған үйді бұзып, қайта саламын дегенде, орны бар оңалар деген осы шаңырақ тікеетін болды деп шалдың қалған мал пұлды сол бала мен қатынның қолына салғанмын. Сөйтсем шаңырақ қана емес, бала мен келіннің пейілі де бұзылған екен. Ана зәулім үй менің шаңырағым емес, ақшаға құныққан келін мен безбүйрек бала салған мен үшін жылуы жоқ жайсыз мекен болды. Енді ол жерде менің мүрдем де шықпайды дедім. Шолпан, сен сол бір жауынды күзді сен білесің, есіңде болсын. Кеудесі көк тіреп тұрған сол келіннің екі көзі ағып алдына түседі. Ішкен жегені бүйірін тесіп шығады. Оны мен көрмеймін, сен көресің деп еді-ау. Келінге налған кейуана жасаураған жанарынан жас парлап. Алланың құдіреті, жаңа күлпараның қос қолмен қарманып, Шолпан сенсің бе деген қарлыңқы даусымен көлікке отырып жатқандағы жағадайдың шалғаймен көлегейлеген медициналық шлангіге жалғаған целлофан қалтаны көргенде, ананың наласының айнымай келгені Шолпан әженің ойына еріксіз оралған еді. Авторы Есекей Құдайберген. Құрметті тыңдармандар, егер де әңгіме ұнаған болса, арнаға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді өтінемін.